Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен печенье дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға илекштен өткізіп ұнымызды қосамыз. Оның үстіне 1 чай қасық тұз және де қант қосамыз. Оның үстінен 1 чай қасық қопсытқыш қосып, барлығын жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, енді оның үстіне сары майды видеода көрсетілгендей етіп майда бөліктерге бөліп, қолымыздың көмегімен маймен ұнды жақсылап үгітеміз. Яғни видеода көрсетілгендей етіп жақсылап араластырамыз. Енді оның үстіне 1 жұмыртқа және де айран қосамыз. Қолымыздың көмегімен қамырымызды дайындайтын боламыз, яғни қамырды илейміз. Дайын болған қамырымызды 5-10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамыр кішкене тұру қажет. Енді дайын болған қамырымызды оқтаудың көмегімен астына ұнымызды сеуіп жаятын боламыз. Дөңгелек формаға келтіріп, оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып шығамыз. Печеньені жасау барысында қандай заттар қосылды және де қандай мөлшерде қосылды, барлығын видеоның астына жазып кететін боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Қамырымызды жұқа дөңгелек қылып жайып болғаннан кейін, оның үстіне қантымызды сеуіп шығамыз, яғни қамырды кеспей тұрып. Егер сіздерге қант қажет емес болса, қоспай қойсаңыздар да болады. Барлығын видеода көрсетілгендей етіп, бөліктерге бөліп, кесіп шығамыз. Әр кесілген бөлікті видеода көрсетілгендей етіп ораймыз, бізде рогаликтер шығады. Кесілген басқа бөліктердің барлығымен дәл осылай жасап шығамыз. Осы рецепт бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарияға жаза кетсеңіздер болады. Егер сіздерге осы рецепт ұнаған болса, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Барлық печеньелерімізді орап болғаннан кейін листтің үстіне пергамент қағазын төсеп шығамыз. Соның үстіне әр печеньені қойып шығамыз. Қоймас бұрын міндетті түрде печеньені қантқа батырамыз. Печеньені листке қойған кезде міндетті түрде араларын ашып қоямыз, себебі пісу барысында печеньенің көлемі ұлғаюы мүмкін. Барлығын қойып болғаннан кейін қызып тұрған 180 градус духовкада беті қызарғанша 20-25 минут көлемінде пісіріп аламыз. Дайын болған печеньеларды суытып, оның бетіне қант ұнтағын, яғни сахарная пудраны себеміз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!